Аспанға оқ атылғаннан кейін автокөлікке қарай бағытталып, оқ қанша секундтан кейін атылды? Секундын айта алмаймын, атылды. Енді тоқта деп атылып атты ғой. Жоқ, тоқта деген ескерту, оны қалай біріңіз ескерту екен? Мүмкін ол тура бағытталған атылған оқтар шығар. Ондай есімде жоқ. Сіз қалай пайымдайсыз ескерту оқ екен? Автокөлікке қарай болмаса тікелей өлтіру туралы, ату туралы ондай көрсетілген. Ол құпия заң. Ол құпия заңдарыңызда көрсетілген ондай? Құпия заңды мен сізге айта алмаймын. Армысың Қазақстан қадірлі көрермені. Бүгін Тараз қалалық нөмір 2-ші сотынан сотталынан шығып тұрмыз қазір. Бұған дейін сәуір айында басталған сот отырысы жалғасып, міне жылдың соңына қарай келе жатыр. Бұған жалпы істе 40 шақты куә болған, олардың енді әзірге біздің мөлшерімізше 30 ай сұралған. Дей тұрғанмен біраз куәлер келмей қалған, оған байланысты прокурордың сұрауымен сот залына күштеп әкелу туралы қаулы шығарылатын болды. Келмеген куәлер бойынша пайымдайсыз? Құрметті отырушы, куәлер бойынша мәжбүр алдыру туралы қаулысын шығаруын сұраймыз. Сонымен қатар ол прокуратураға жолдауымызды себебі біз сол прокуратурамыз жолданған және куәлердің басым көпшілігі қазір полиция департаментіне қарасты қызмет атқарады, әр басқа аудандарда жұмыс істейді. Сондықтан сол мәжбүр алдыру қаулысын шығаруымыз. Біз бұл шығарылымда, яғни 29-30 қыркүйек пен 1 қазан күні сұралған 6 куәнің жауабын ұсынамыз. Олардың кейбірінің айрықша талабы бойынша бет бейнесін көрсете алмаймыз, жүздерін бұлдырататын боламыз. Куә Имашев полицияның көлікке оқ атқанын көргенін, бірақ өзі оқ атпағанын айтты. Бұйрықта болмаған жеткізді. Алайда ол 2022 жылдың 5 ақпандағы алғашқы жауабында 2 рет оқ аттым, бірақ адамға емес деген. Бүгінгі сөзі мен оқ атпадым. Бұл қайшылыққа судья Қайратбекұлы мән беруі тиіс. Имашев әскерилерде үрей болған, көлікте музыка қатты ойнап тұрғанын айтты. Демек, марқұм Бегешев ескерту оғын естімеуі де мүмкін. Жаңағы полиция өкілдері тоқта деген белгісін беріп, ол жаңағы көлік бағынбай, оған оқ жаудырды. Сөйтіп, ол көлік шамамен 15-20 метрдей бізге айналып, солға қарай тоқтады, тежегішін басып. Мен өзім оқ атқан жоқпын. Бізге ондай жаңағы бұйрық түскен жоқ, атыңдар деген. Митингке шыққан азаматтар бізге қарай басып кірмеуге. Біз естідік, Алматы қаласында жаңағы осындай азаматтар біздің әскери қызметшілердің мойындарын кесіп, сол жерде сондай бізге прогон жүргізді. Содан кейін енді қорқыныш болды, құрметті сот, шыны керек қой. Бізге осындай жаңағы қасымызда тұрған полициялар айтып жатыр, жаңағы біздің қызметкерлер тоже сондай болып жатыр деп бір-бірімізден естиміз. Сұрақ болды енді шыны керек. Есенбеков біздің комбатымыз болды. Соның бұйрығын күтіп тұрдық, ал жаңағы біздің штаб бастығымыз, подполковник Шахашев Марат Дүненбаевич, команданы сол кісіге беру керек болатын. Біз команданы күттік, команда түскен жоқ, содан кейін біз оқ атқан жоқпыз. Полиция қызметкерлері атты дедіңіз ғой, жан дұрыс па? Дәл солай. Нақты кім атты және көрсеңіз тани аласыз ба? Мен көрсем, ол кісілерді баяғыдан бірге қызмет атқармаймын. Полиция қызметкерлерін мен сол кезде бірге түстік. Мен олардың фамилияларын білмеймін. Көрдіңіз бе өз көзіңізбен, көрген жоқ па оқ атылған? Оқ атылған, мен сол жерде тұрдым ғой, қалай көрмеймін. Оқты автокөлікке атылған көрдіңіз нақты? Көрдім нақты. Бірінші автокөлікке бірінші тоқта деген белгі берді полиция қызметкері. Белгіні қалай берді? Белгіні қолмен тоқта, жол жоқ деп тоқтатқызды. Сосын ол үлкен жылдамдығын ары қарай байулатпай, қаттырақ жүрген кезде төбеге аспанға ата бастады. Жаңа белгі тоқта деген. Содан кейін бізге уже жақындап, несеп уже жаңағыдай 25-20 или шамамен айтылдым, 30 сондай қалған кезде ғана жаңа машинаға оқ атылды полиция қызметкерлерден.
Автокөлік бұрылып тоқтағаннан кейін автокөлікке қарай оқ бағытталып атылды ма? Тоқтағаннан кейін атылған жоқ. Ендігі сұрақ. Сараптама қорытындысына сай, автокөліктің артқы бөліктерінде кірген оқтар бар. Автокөлікке де адамның басына да. Артқы жағынан. Енді сіз қалай қазір утверждать етіп айта аласыз, что автокөлікке оқ атылмаған, қорылғаннан кейін? Енді құрметті адвокат мырза, мен экспертизамен танысқан жоқ, мен білмеймін. Мен нақты болған өз көзімен көрген нәрсені айтатырмын. Айтыңызшы, автокөлік тоқтағаннан кейін автокөлікте музыканың дауысы шығып тұрды ма? Дәл солай шығып тұрды. Қандай шықты неден? Қатты шықты дауыс. Есікті ашқан кезде қасындағы сол кезде музыканың дауысы шығып тұрды, естідік. Аспанға оқ атылғаннан кейін автокөлікке қарай бағытталып, оқ қанша секундтан кейін атылды? Секундын айта алмаймын, атылды. Атылған бәрін білеміз бұл жерде. Қанша секундтан кейін айтамыз? Айта алмаймын. Онда сіз қазіргі таңда қалай айта аласыз, что жеткілікті уақыт берілген туралы? Жеткілікті нақтылығына мен сол жерде болдым ғой, өз көзіммен көрдім. Көзіңізбен көрсеңіз, сіз нақты уақытын айта алмайсыз ба сонда? Мен уақытын айтамадым, қарамадым. Уақыт болған жоқ, қарамадым. Уақытта қараудың еш жоқ па? Шамамен секундтар бар. Мен білмедім, мен бұл 22 жыл болған оқиға, енді қазір қанша уақыт берілген минутына шын айта алмадым мен. Сіз айтыңыз, жылдамдықтың жоғары болып дедіңіз. Үлкен жылдамдықпен. Сіз артқа қашқан кезде, осы 10-15 метр қалған кезде тікелей оқ атылған естідім, көрдіңіз. Қалай көресіз егерде сіз артына қашқан кезде? Артына шыққан кезде оқ жабылды. Сіз жоғары жылдамдықпен автокөлік келе жатыр дедіңіз. Дәл солай. Артына қашып бара жатыр дедіңіз. Егерде автокөлік жылдамдығы жоғары болса, сіз қашып барасыз. Артпен қарап жатсыңыз сол? Сондағысы жаңа үлкен жылдамдықпен келатты, X5. Келатты да... Сіз артпен қарап жүгірдіңіз бе сонда? Уже бізге қарай келатқан кезде... Сіз артына қарап жүгірдіңіз бе сонда? Жоқ, артқа қарағанда құрметті сот, біз қасында тұрдық, тура жаңа ұрыс машинаның. Тура қасында тұрдық. Түсінікті тұрғанбыз. Бұрышында. Сіз айтыңыз, автокөлік 15 минутта метр қалған кезде тікелей оқ жаудырды. Жаудырылды, құрметті сот. Атылып атты ғой біз. 20 минуттың сіздер қаштыңыздар. Дәл солай. Жоғары жылдамдықта болса, егер сіз артына жүгіріп, сол уақытта болды ғой. Сол уақытта болып тұр ғой. Бірақ енді атылып нақты құрметті сот, оқ атылып атты. Жаңағы біз қашып атқан кезде қасында полиция қызметкерлері де болды, азаматтық киімде де болды. Біз атылып атқаннан кейін біз қашуға мәжбүр болдық, құрметті сот. Өзіміздің денсаулығымызды ойлап, біз қашуға мәжбүр болдық. Сөйтіп біз артқа қарай тығылдық. БМП жаңа ұрыс машинаның артына қарай тығылдық. Яғни оқ жаудыру сіздер қашқанға дейін атылды ма сонда? Сондай болып тұр, құрметті сот, Куә Тазабек, 70 метр алыста тұрдым, машинаның дауысын естіген соң ескерту оқ атылды, деді. Судья Қайратбекұлы, сіз сонша қашықтықтан оның ескерту оқ екенін қалай білдіңіз деп сұрақ қойды. Адвокат Бейбарыс куәлердің есінде жоқ деген жалтармалы жауабына ескерту жасауды сұрады. Бірде шамасы ойдым, нақты есімде жоқ. Сол кезде жаңағы БМВ автокөлігінің аңырап келе жатқан дауысын естідім. Сол моментте уже тоқта деген ескерту оқтары аспанға атылған болатын. Сол жерде шум болып кетті. Кім атты? Білмедім нақты кім атқаны. Сол полиция қызметкерлері сол постқа жауапты ретінде тұрды. Солар тоқтатып, солар... Тоқтады кім айтты? Енді о жағын білмеймін, мен өзім почти 70 метр ара қашықтықта тұрдым. Неден? Бекеттен бар? 70 метр? Артқа позицияда болдық қой, не жақта? Колледж жағында болдым. Тоқтады деген... Мен алысы тұрған өз жерде. Тоқтады деген бұйрық естідіңіз? Сондай тоқта деген айқайлаған дауыстар естідім. Ескерту оғын атқан қақтан білесіз ескерту оғы екен? Енді атылып отыр ғой, оқтың дауыстарын естіп отыр ғой. Жоқ, дауыс естіген сіз ішіне көрген жоқсыз. Ескерту оғы екен қалай білесіз? Енді бірінші ескерту атылады ғой. Қалай білдіңіз ескерту оғы екен? Енді келе жатқан кезде бірінші ескерту оғы атылады ғой. Жоқ, сіз қалай білдіңіз ескерту оғы екен? Енді тоқта деп атылып атты ғой. Жоқ, тоқта деген ескерту оғын қалай білдіңіз ескерту екен? Мүмкін ол тура бағытылған атылған оқтар шығар. Ондай есімде жоқ. Сіз қалай пайымдайсыз ескерту оғы екен? Сонымен нақты айтыңыз, сіз оқ атылғандарын барлығын көзіңізбен көрдіңіз бе? Өйткені соттың сұрағына
көрген жоқпын деп жауап беріңіз. Прокурордың сұрағына көрдім деп жауап беріңіз. Түсінбей қалдым сіздің жауабыңызды. жоқ енді аспанға атып жатқанын көрдік қой, машинаға да алды, машина келе жатқан кезде көрінбейді, тиіп жатқанша алдынан жүң деп не алады ғой, искра беріп жатады ғой, соны көрдім. Машина. Содан кейін барып машина разворот жасады да теріс қарап тоқтап қалды ғой, бір 10 шақты метр дей ма жүрді да. 10 шақты метр жүрді, тоқтап қалды ма? Автокөлік бұрылғаннан кейін оғатылды ма автокөлікке қарай? Есімде жоқ ондай автокөлік бұрылғаннан кейін оқ атылған атылмаған, әйтеуір автокөлік бүйтіп бұрылды, бір 10 метр дей ма жүрді да. Автокөлік 10 метр бұрылды, жүрді, сіз оның бәрі есіңізде бар. Одан кейін автокөлікке оқ атылған есіңізде жоқ па? Атылған жоқ қой. Нақтырақ есімде жоқ. Есіңізде жоқ. Құрметті сот, қазіргі таңда мен куәгерлерге ескерту жасауын сұраймын. Себебінде нақты автокөлікке осы бізге керекті сұрақтарға, яғни есінде жоқ болады да, ал қалғанның барлық естерінде болады. Бұл айтқан кезде бұлар өздерінің жауаптарынан жалтару мақсатында есімде жоқ, яғни неудобный сұраққа есімде жоқ деп жауап беріп, осылай құтылып кеткенше болып тұр қазіргі таңда. Сол себепті ескерту жасауын сұраймын. Айтыңызшы, автокөлік маркалы автокөлік қай кезде бұрылды, қай жерде бұрылды? Сол жақ БМВ-ға жақындап қалған кезде бұрылды ғой, жақын жерден бұрылды. Егер БМВ-ның жақындаған кезде сіз бекеттен 70 метр қашықтықта орналасқансыз. Сол бұрылғанын қалай білдіңіз? Енді алыстан көрмеді, кішкентай машина емес. Қанша метрді бұрылғанын қалай көрдіңіз? Енді примерно ориентировочно айтып тұрмын, құрметті сот. Көре мүмкіншілігі жоқ қой сізде. Қалай? БМВ жаяу дұрыс машинасы тұр. Өзіңіз 70 метр ар жақта тұрсыз. Қалай көресіз? Қалай көрдім? Қалай автокөлікке бағытталған оқты көресіз? Мен сізге оқтың ұшып баратқанын көрдім деп жатқан жоқпын, бірақ атылған көрдіңіз. Қалай көрдіңіз? Искра болады ғой, искра, содан ориентирстап айтып тұрмын сізге. Оқтың тигенін. Мен ол машина келе жатқанда мен одан артқа, посттан артқа қарай тұрдым ғой. Колледж бар сол жерде, сол колледж жақта. Көріп тұрмын, көріп айтып жатырмын, мен ешқандай не жасырып та тұрған жоқпын, қосып та тұрған жоқпын, не көрдім соны айтып жатырмын. Не қандай, не есімде қалған соны айтып жатырмын. Бұйрық берді, тоқта деген. Содан кейін сайтымыз бойынша ескерту оғатылды. Және ескерту оғынағынан тура бағытталған оқтардың мерзімдері қаншалықты бағытталған оқтар. Енді ол жерде арада көп уақыт деп айта алмаймын. 1-2 минут жүр, өйткені машина енді қатты... 1-2 минут дейсіз ба? Сіз айтыңыз жоғары жылдамдықпен автокөлік кетісін 100 метрдің ішінде 2 минут ішінде жүретін жері ма машина? Енді мен ориентировочно айтып отырмын, мен өйтіп нақты айта алмаймын. Мынанша минут, секунд кеткен кезде атылды деп мен ондай қазір ақпарат бере алмаймын, өйтіп айтсам да жалған болып кетуі мүмкін. Сол есімде жоқ деп отырмын, мен ондай ориентир ұстайтындай бар. Тез болды ма, жоқ әлде? Тез болды ғой, бұл жерде бәрі тез болып кетті. Куә Серғазин оқ атылғаннан кейін көлік кері бұрылып тұрған орында тоқтап қалды деп көрсетті. Алайда бұған дейін кейбір куәлер көлік оқтан кейінде ары қарай жүрді деген. Адвокат пен судьяның сауалдарына Серғазин 2-3 жауап берді. Автокөлікке қарсы, БМВ-ға қарсы оқ атылды ма? Қай кезде атылды? Жаңағы ескерту оқ атқаннан кейін, тоқтамағаннан кейін, бекетке жақындағаннан кейін оқ атыла бастады. Бір 10-15 метрдің шамасында бір жақындап қалған кезде атыла бастады. 10-15 минут дедіңіз ба? Минут дедіңіз ба? Жоқ, 10-15 метр қалған кезде бекетке, БМВ-ға жақындап қалған кезде. Жоқ, атқан жоқ. Оқ атылғаннан кейін БМВ бір 2-3 метрдей алдыға жүрді, сөйтіп солға қарай бұрылды. Сөйтіп басым шығарған кезде БМВ мостқа қарай қарап тұрды ғой. Бекеттен уже алыстады ғой, былай қарама. Жансайға көтерілетін көшесі бар ғой, сол жерге қарай барып тоқтады ғой. Яғни автокөлікті тоқтату үшін қандай шаралар қолданды? Қысқа оқ атылды ма? Басында ескертілді.
Ол жерде белгі болды ма? Бекеттің тұрғаны ма? Тұрған жерде. Болды. Қандай белгі? Балалар тұрды. Нелер? Знак белгі болды. Ол есімде жоқ. Көріп тұрдық қой біз БМП тұр. БМП автокөлік жағынан қандай жылдамдықпен келеді? Есіңде ма? Жылдамдық былай бүйтіп не айта алмаймын, бірақ жылдамдықпен келатты. Қатты және Қатты келатты. қалай білдіңіз қатты? Көз мөлшермен былай қарағанда адамға білінеді ғой енді. Ескерту қай жерге берді? Ескертуға сол Төле би көшесіне қарай шығып баратқан кезде уже ескерту оқтары атыла бастады, тоқтады. Төле би көшесіне шыққан кезде Мына түседі ғой, сөйтіп барып Төле би көшесіне түседі ғой. Аха. Сол жерге шығып баратқан кезде не қылады? Ескерту беріп барды. ескерту олға атылды. Атылды. Автокөлікке қарай қайда ол атылды? БМП-ға бір жақындаған кезде атыла бастады ғой. Анау ориентир болсын деп ше. Мына бізде не бар мысалы, түскен бетте бір шамамен 20 метрден кейін ба, 15 метрден кейін ба, уже съезд болады, не қайнап кетеді қайтадан дұрыс па? Қарай. Сол мына съезден өткеннен кейін атылды ма, әлде съездге жетпей атылды ма? Съезден бері қарай келген кезде БМП-ға жақындап қалды біраз. Жақындап қалды. Иә, жақындап қалды. Автокөлік бұрылып кері бұрылып тоқтады. Кейін атылғаннан кейін ақа 2-3 метр жүріп, артқа қарай бұрылып не болды? Артқа қарай бұрылып тоқтап қалды. Ақа тоқтап қалды. Хорошо, тоқтағаннан кейін артқа қарай ол қайтадан жоғары қарай жүрді ма? Жоғары қарай дейсіз ба? Өз екпіні мен болсын. Жоқ. Артқа қарай. Бұрылған бетте тоқтаған жерде тоқтап қалды. Сол тоқтап қалды. Нақты сенімсіз ба? Сенімдімін. Болды. Автокөліктің тоқтап қалған жері мен сіздердің блок бекеттеріңіздің тұрған жері шамамен 40-50 метр. Шамамен, аға. Иә. Ол бойынша не айтасыз? Сіз қазіргі таңда айтып отырсыз ғой, блок бекетке жақындап бір 10 метр қалғанда жауабыңызда вообще 3 метр қалған кезде тоқтап қалып деп отырсыз. Түсіндім сұрағыңызды. Ол кезде тоқтаған кезде сотрудниктар машинадан шығуды талап етті. Сөйтіп ішінен 2 адам шықты. Сонымен кім бар деп еді. Сұрақ түсінбедіңіз сіз. Сіздің жауабыңызға сай. Сіз жауабыңыз әртүрлі болып тұр ғой. Бекеттің арақашықтығы бекетпен автокөліктің арақашықтығы 3 метрде тұрсыз. 3 метрге келген кезде бекетке 3 метр тоқтап қалды деп тұрсыз. 10-15 метр жақындап қалған кезде атты. Сөйтіп 2-3 метр бері жүріп, солға қарай бұрылып, неге қарай барып тоқтады. Хорошо, 10-15 метр жақындаған кезде атты деп отырсыз. Ал енді автокөліктің тоқтаған жері блок бекетке шамамен 40-50 метр жер. Ол бойынша не айтасыз? Иә. Или сіз былай айтқан кезде тек қана шамалап айтып отырсыз ба? Запросыңызда тоқтаған жерін, атылған жерді. Мен ол жерде мысалы қараңыз, 2-3 метр сәл бері жүріп, солға бұрылып, сөйтіп ары қарай мостқа қарай барып тоқтады дедім мен сізге. Мостқа қарай барып тоқтады дедім. Иә, енді сол жерге қарай барып тоқтады деп отырмын. Қалай барып тоқтады? Мен оны білмеймін, қалай барған. Кәм бұрылған бетте тоқтап қалды ма? Мостқа қарай, тұмсығы? Бұрылып, сөйтіп көпірге қарай барып тоқтады. Жаңа не жерге не барған ол? Жансаяға көтерілетін. Жансаяға көтерілетін көшеге сол жерге барып тоқтады. Сол тұстарға. Қазір сіз несіне алдында сұрақ қойдым. Автокөлік сіздерге қарай келіп жатты блок бекетке. Оқ атылғаннан кейін тежегіш басылып, тоқтап, солға қарай бұрылды, дұрыс па? Бұрылған бетте, мысалы, тұмсығы Жансая жақта мостқа қарай тоқтап қалды. Бұрылған бетте тоқтап қалды ма деген кезде сіз иә дедіңіз. Ары қарай жүрді ма дедім, мен сізге сұрақ қойып едім, сіз жоқ дедіңіз. Қазір енді мостқа қарай жүрді деп тұрсыз. Жоқ, мүмкін мен сіздің сұрағын түсінбеген шығармын. Мен тура сол жерде тоқтай салған жоқ ғой. Жаңағы көпір жаққа қарай барып тоқтады. Қанша метр жүрді көпір жаққа? Сол кезде мен басым шығарған кезде мына Жансаяға көтерілетін жол бар ғой, сол жерде тоқтап тұрды машина. Ал сіз нақты артқа қарай бұрылып жүріп бара жатқан көрдіңіз бе көзіңізде? Солға қарай бұрылғанын көрдім. Солға қарай бұрылып жүрген сол кезде басым шығарған кезде уже БМВ сол жақта тұрды. Жауабыңыз өзгеріп отыр ғой. Жауап өзгеріп жатқан жоқ мен. Жарайды, камера бар ғой, тиісті бағасын берер. Келесі сұрағым. Автокөлік бұрылған бетте автокөлікке қарай оқтар атылды ма? Нақты есімде жоқ. Автокөлікке кім оқ атты тікелей? Көрген жоқпын. Кім атқанын білмейсіз, көрген жоқсыз. Білмеймін. Бірақ автокөліктің барлығын көріп жатсыздар, болған оқиғаның бәрін. Көріп отырмын. Бірақ кім атқанын білмейсіздер, көрмейсіздер. Жоқ.
ал ескерту болған екен қалай білдіңіз? Алдына шықты ғой сотрудниктер. Жоғары қаратты. Алдына шықты сіздің? Яғни БМП-ның алдына қарай шықты. ББ автокөлік келген кезде ескерту оқ атылды дегенсіз. Сол кезде башняның түбіне келіп атты ма сонда? Түсінбедім. Башняның түбіне келіп атты ма сонда? Жоқ, башня түбіне емес, алдына келіп атты. БМП-ның алдына, бекеттің алдына барып, жоқ. Машина келген кезде бекеттің алдына бір-екі сотрудник шығып, не қылатын жаңағы. Машинаны тоқтатып, тексеріп. Тоқта деген қалай естідіңіз? Қалай естідіңіз? Естіп. Қалай естідіңіз, айтшы? Люктарым ашық тұрды. Сіздің алдыңыздағы имашы өзгеше түсініктеме берді. Алтынкөл дүкенінен атқан адамдар болып деді. Сіз айтасыз, БМП-ның башняның түбінен атты дедіңіз, алдына тұрып атты дедіңіз. Қанша адам болды? Түсінбедім. Қанша адам атты? 2 адам жүретін, 1 адам атты. 1 адам атты деңіз бі? Ескерту оғын. Ескерту оғын қалай біліңіз атқан туралы? Ескерту оғы екенін жоқ әлде тура бағытталған оқ шығар қайдан білесіз? Жоғары қарай атты ғой. Жоғары атты. Жоғары қарай атты. Қанша рет атты? 2 рет атты. Кім атты? Полиция қызметкері ме жоқ әлде әскери қызметкері ме? Полиция қызметкерлері. Бірінші белгі бергеннен және де ескерту оғын атты. Секундтары ғой былай шамасы. Ал енді ескерту оғымен және тура бағытталған автокөлікке бағытталған атыстың уақыты қанша болды? Жылдан болды бәрі. Жылдан болды ма? Жылдан болды бәрі. Нақты шамасымен былай секундтары кетті ғой былай айтқанда. Автокөлік бұрылып жатыр дедіңіз. Бұрылу сатысында және бұрылғаннан кейінгі мезетте тура бағытталған оқтар атылды ма, соған атылған жоқ па? Жоқ. Мен ол кезде БМП-дан шыққан кезде БМП тоқтады, атылған оқтарды көрген жоқ. Айыптау туралы шақырған куә Сейдахметовке марқұм Асқат Бегешев ішімдік ішкен бе, ол команданттық сағат екенін білді ме деген сұрақ қойылды. Бегешев сол күні спирттік ішімдік ішті ма? Жоқ, мен оны көрген жоқпын. Сол үйде? Оны көрген жоқпын, көріп, не істеп жатқан көрдім былай. Амандастым, шығып кеттім. Отырып. Нақты Асқаттың өзіне мынандай коменданттық час сағат 12 деген атады екен бе? Асқаттың келе айтқан. Жоқ. Асқаттың естіген, естімеген нақты білесіз бе? Білмейсіз бе? Айтыңызшы маған болды. Оны білмеймін. Естіген. Маған үйден хабарлатты. Осындай жағдай болады. Қазір сағат 12-ден тезірек кел, 12-ден мынандай болады. Білмейміз, кеттік. Бегешевтің несі берші? Өзі қандай адам еді? Жақсы адам еді негізі. Жақсы адам түсініккен ғой. Заңға бағынатын беді, жоқ еді, бағынбайтын беді. Жоқ, ондай емінесі жоқ. Заңға және еді, бағына. Ондай ештеңкесі жоқ, маған криминальный там. Адамгершілігі жақсы. 10 жыл ішінде араласып жүрдіңіз. Қандай да бір алкогольдік масан күйде автокөлікті басқарған. Енді бұл алкогольді басқарған көрген жоқ. Мен отырыстарда, жиындарда ішкен шығар, бұл атак что. За рулем этот я не видел. Көрген жоқсыз. Жоқ. Ал сізді алып кеткен кезде қандай да бір алкогольдік иіс болды ма, болған жоқ па? Жоқ. Сездіңіз бе? Жоқ. Полиция қызметкері Жандәулетов сотта X5 автокөлігі келген кезде мен теріс қарап жылынып отырдым деді. Оған сот тарапынан сіз теріс қарап отырғанда атылған оқтың ескерту оқ екенін қайдан білдіңіз деген сауал қойылды. Жаңағы БМВ автокөлігіміз, соны оған ескерту жаңағы оқ атылды жатыр. Қай кезде атылды? Мен оны ескертумен көрген жоқ, мен отырдым, мен көрсетсем бола ма? Мынау магазин ғой, мына жол.
мен солда отырдым, навесный үстіп тұрды. Сол кезде ортамызда от жанып тұрды. Сол атылған кезде уже біз қарадық уже. Сол кезде БМВ уже бұрылып тоқтап жатқан. Осы автокөлікке қатысты ескерту болған ба? Он ана жерде бір-ақ адам тұрған жоқ қой жерде. Если 20 военный болса, 20 сотрудник, оның 10 навестің астында отырса, 30 адам, білмеймін қанша жатқанын айта алмаймын. Жалпы атылды ма? Атылды. Автокөлікке қарсы атылды ма ол? Енді автокөлік адам қаза болғаннан кейін атылды ғой енді. Қазіргі таңда сіздің жауабыңыздан түсінгенім, Алтынкөл магазинінің қасында от жағып отырдыңыздар. Автокөліктің дауысын естідіңіз, яғни тоқта деген дауыстар және оқ атылған дауысты естідіңіз. Сіз қараған кезде автокөлік тоқтап қалғанын көрдіңіз, дұрыс па? Ал автокөліктің келе жатқанын, ескерту оқ атылғанын, соны көрген жоқсыз ба? Автокөліктің келе жатқанын, оқ атылғанын көрген жоқпын. Өз көзіңізбен көрген жоқпын мен. Тергеп тексеру барысында, яғни сізден куәретінде жауап алған кезде, сіз автокөлікті 80 метрде көрдім, оқ атылды деген жауап бергенсіз. Бұл бұл не айтасыз? Мен 80 метр келе жатқанын көрген жоқпын, мен отырдым ол кезде. Тергеп тексеру кезінде жауабыңызда сонда берілген сіздің артыңызда қол қойылған. Ол бойынша не айтасыз? Жауабыңызды оқып бердіңіз өзіңіздің? Берген кезде ма? Иә. Сіздің артыңызда жазылған ба? Мысалға да. Осы кезде мен алдымызда орналасқан Төле би Төкехан көшелерінде, қазақстанда көпір жақтан қарама арасында Төле би көшесінен біздің блок бекетке қарай шамамен 70-80 метр жерде қара түсті BMW маркалы автокөлігін шамамен 80 жылдамдықпен келе жатқанын көрдім дедіңіз. Осы сәтте автокөліктің ескерту оғы атылып жатты. Мен BMW маркалы көлікті алдымыздағы көпірдің астынан айналмалы жолда Төле би көшесіне қосылатын тұстасын көрінді, сәл аса көрдім дедіңіз. Алайда BMW X5 маркалы автокөлігі тіке жүріп жалғастырды жүруін, содан автокөлікке блок бекетке 40-50 метр жерге дейін жүріп келген кезде блок бекетте тұрған полиция және әскери қызметкерлері ол автокөлікке қарай тіке оқ атуды бастады депсіз. Сол ату барысында ғана көлік солға бұрылып барып келген бағытында артқа қарай бұрылып барып өз ықпалымен тоқтады деп көрсеткенсіз. Ол бойынша не айтасыз? Оны сонда болғанда мен уже 3 жыл өтті. Мен жұмыстан кетіп стресс алдым, мен қазір білмеймін даже. Кеше не болғандығын мен даже. Есіңізде жоқ, дұрыс па? Құрметті сот, рұқсат болса, бізде спутниктен алынған снимок бар еді, соны нақтылап сұрақ қою үшін шығарып келдік. Осы жермен нақты автокөлік қай жерде тоқтап қалды, қалай тоқтады, сол бойынша көрсетсек, сот бар. Алтынкөл магазині, ана жерде сіздердің блок бекетте дұрыс па? Автокөлік мынау бағыттан келді. Сіздің айтуыңыз бойынша Төле биден дұрыс па? Так, Төле би мынау болмай ма? Төле би мынау болады? Иә, осы болады. Енді қараңыз, сіздер енді автокөлікті қай жерде көрдіңіз? Примерно мынау машина тұр ғой. Осы жерлерде примерно осы жерлерде көрген шығармыз, осы жерден көрдім. Потом оқ атылған машина мына қарай бұрылып, мына жерде тоқтады. Получается, мынау автокөліктің тұстасынан тоқтады. Жоқ, мына жерде тоқтады. Мына жерде тұрды ғой автокөлік. Енді қараңыз, автокөлік қай жерден бұрылды, разворот алды? Өйткені бұл келе жатқан автокөлік қой. Автокөлік примерно осы жерден сразу бұрылды ғой. Мынау неден? Мынау айналмалы жолдан? Сол жерден бұрылды ғой, басқаша бұрыламайды ғой. Мына құрметті сот, куәнің жауабына сай, автокөлік мынау жерден келді, мынау развилка тұр ғой, бұрып кететін жер. Жай осы жерден бұрылды дейді да, және осы жерге қарап тоқтап қалды. Дұрыс па? Иә. Хорошо. Яғни мынау блок бекет сіздерде мынау жерде тұр, мынау жаққа қарай ол барған жоқ автокөлік. Дұрыс па? Блок бекетке қарай? Жоқ, мына жерден бұрылды да, осы жерде тоқтады ғой мына жерде. Где мына радиаска тұр ғой? Иә. Осы жерде тұрды ғой. Радиасканың қасында тоқтап қалды. Иә. Түсінікті. Радиасканың қасында тұрды ғой. Автокөлік келген жағдайда мен басқа жерге қарап тұрдым дедіңіз. Бір қарағанда автокөлікке бағытталған оқты естідім дедіңіз. Қылған. Ескерту оғы екен қалай білдіңіз? Тоқта деген бұйрық берілді, соң ескерту атылды. Ескерту оғы екен қалай білдіңіз? Енді ескерту, бірінші по-любому ескерту атады ғой. Сіз айту бойынша тоқта деген, автокөлік келе жатыр деген шуды естідіңіз.
бір қарағанда автокөлікті атып жатқан оқты көрдім дедіңіз. Яғни сіз өзіңіз ескерту ату кезіндегі куә болған жоқсыз, көрген жоқсыз. Мен оқ атылғандарын естідім, болды оны. Естігеніңіз тек қана. Тура бағытталған оқты көрдіңіз бе? Жоқ, көрген жоқ мен тура бағытталған. Өз тарапыңыздан осы бекетте тұрған уақытында қаруды қолданған фактілер болды ма? Жоқ. Қару-жарақ алдым дедіңіздер. Қару-жарақ алған кезде қандай да бір журналға, ведомствоға қол қойдыңыздар ма? Алғанда қойған жоқпыз, кейін өткізгенде қойдық. Екінші күні біз өзімізбен алып кетіп жүрдік қой. Екінші күні өткіздік уже. Қаңтар оқиғасы кезінде облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары болған Бақыт Ратаев куә ретінде тыңдалды. Ол өзінің басшылығында орналастырған блок бекетті өткізу функциясын атқарған деп сипаттады. Алайда марқұм Асқат Бегешевтің өліміне себеп болған оқтың атылуын құпия заң деп түсіндірді. Қаңтар оқиғасы болғаннан кейін екінші күн тапсырма берді. Барлығымызды ол кезде комендант сайланып қойды, ол кезде комендант КМБ-ның бастығы болатын. Оған біздің бастық барып тапсырма алып келгеннен кейін әр замға тапсырманы бөліп берді. Маған берген тапсырмасы мынау Төле би бойындағы 55-13 әскери бөлімі ол жерге развод өткізеді. Сол жерге штабты дежурный часть дейді ғой, кезекші бөлімді разворачивать ету керек деп сол жерге сол тапсырма берді. Содан кейін оған қарама қарсы әскери бөлім бар, это 5-ші бригада дейді, Южный округтың. Соның ішінде ВСУ дейтін бөлімшесі бар, ол ВСУ-ға барлық жаңағы тергеу, оперативті қызметкерлерін бәрін сояққа орналастырды деп, сояққа орналастырды. Соның қалған кезекші бөлім және патрульный службалар ар жағында біздің мекеме бар, МПС болған сол кезде. Сол жерге орналастырды деп, орналастырып болғаннан кейін арғы бетіне Төле бидің біздің қызметкерлерден және де әскери бөлімнің қызметкерлерімен солардан бұрын техникасымен ар жағына қоясын, контрольный пропускной пункт жасаңдар деді. Соңген бер жағына қала жақтан кіретін, осыдан кейін ол жерге контрольный пропускной пункт қоясыңдар деді. Қаруланған. Сөйтіп жаңа қамтамасыз арғы бетіне, бергі бетіне бекет құрылды. КПП дейді ғой, контрольный пропускной пункт. Қай көшенің бойында дедіңіз? Төле би. Бұның бәрі бір көшеде орналасқан. Сол жерде біз жаңағы қаңтар оқиғасына байланысты жұмысын бәрін сол жерде ұйымдастыратын болдық. Қандай мақсатта құрылды? Ол қамтамасыз ету. Қандай қамтамасыз ету? Мысалы 55-13-те развод өткізіледі. Развод өткізілгеннен кейін тапсырма беріледі, жаңағы инструкция дейді ғой. Бекеттің құрылу мақсаты не деді? Бекетке анау орналасып қызмет атқаратындарды қамтамасыз ету қауіпсіздігін. Ол кезде бізге нелер келіп түсіп жатқан информациялар. Қарулы қақтырыс болып жатқан, уже біздің бір сотрудникті атып өлтірді, одан кейін Россия азаматшасын атып өлтірді, уже қару қолдана бастады. Белгісіз қылмыскерлер түнде шабуыл жасауға әрекет жасалды. С-13 дейді ғой, түрмеге. Сондықтан соны шұғыл түрде қойғыздық. Одан кейін коменданттық час құрылды деп тапсырма берді. Одан кейін қызыл деңгейлі терроризмге қызыл деңгейлі енгізілді деді. Комендантский час енгізгеннен кейін біздің бастық коменданттың тапсырмасы облыстың бәрін жабыңдар деді. Жапқанда не қою керек деді. Пост дейді ғой, бекет қойыңдар деді. Ол бекетте қызыл деңгей енгеннен кейін барлық күштік құрылымдар жұмылдырылады ғой. Сонымен әскери Южный округтың БТР-ларымен Атар жақтан бастап облыстың бәрін жаба бастады. Атар, аудан. Бізге қылмыскерлер кіріп кетіп арандатылық жасамау үшін, или бізден шығып жаңа қару кеткен солардың бәрін тексеру үшін
және де жаңағы қылмыскерлер жаңағы қарсылық көрсетсе соларды құрықтауға жабу керек деп где-то 58 ба сондай пост қойды. Мына Шымкент облысына қарай, Жаңатас, Қаратау, содан кейін соның бәрін қойғыздық. Қызыл деңгей енді. Қызыл деңгей енгеннен кейін комендантский час дейді. Комендантский час болған кезде барлық нелерге шектеу қойылды. Мен қазір уақытысын білмеймін. Адамдардың жүруіне, көліктердің жүруіне шектеу қойылды. Ал егер ол кезде адамдар жүріп жатса, соларын алып кеп, жаңағы біздің штаб бар ғой Төле бидегі. Сол жерге алып кеп, сол жердегі тергеу, жаңағы оперативный службаларға беріп, солар тексеріп, егер қылмысқа несі қатысы болмаса, комендант час біткеннен кейін жібереді, қайтаратын болды. Көліктерді де тоқтатады. Көліктерге де тыйым салып жүруге. Сол комендантский частта тек қана жаңағы керекті скорый помощь, инкассатор, сондай жаңағы аварийный службаға ол кезде и то коменданттың рұқсатымен қағазымен жүретін болды. Ал егер де біздің өзіміздің қызметкерлердің өзі жүрген өзінде құпия сөз парольмен жүреді. Егер құпия сөз білмесе, олардың бәрін ұстап алып кеп жаңағы фильтрационный пунктқа береді, солардың бәрі жаңағын тексереді. Бірінші бекет бойынша не айтасыз? Бірінші бекет ол контрольно-пропускной пункт қой. Бізге қаладан алып келгеннің бәрін сол бекеттен өткізеді, тексеріп кіргізеді, жаңағы тергеу басқармалар, тергеушілер, оперуполномоченный дейді, жаңағы төтенше уәкілдер бәрі тексеріп, адамдарды анықтап жатады. Машинемен жүрсе, машинасымен алып келеді түнде. Адамдар болса, адамдар алып келеді, сөзден өтеді бекеттен. Бекеттен пароль білмесе, біздің қызметкерлерді өткізбейді. Жоқ, пароль түсінікті, кілт сөзді білдік. Алтынкөл дөпенің басындағы болған оқиға бойынша айтыңыз, не болды, қандай жағдай болды? Оны мен түнде біз жұмыс істедік қой, жаңағы комендантский час кезінде бізге вызовтар түсті, сол больницадан жарақаттарды алып кеп, қайтып алып кетейін деп жатыр деген кезде біз сол жаққа шықтық. Содан қаланың бәрін тазалап, жаңағы заң бұзып комендантский часты сақтамай жүргендерді біз патрулировать еттік полностью. Сөйтіп мен больницадан қайтып келе жатқанда бір машина тоқтап тұр екен. Содан біз ол жерде қағида бойынша тоқтаймыз да, ішінен нені жағады, светті. Ішінде өзімізді көрсетеміз постта тұрғандарға. Ішінде может біздің басқа сотрудниктердің машинасын тартып алып, басқа біреулер мініп алу керек. Мініп алу мүмкін да. Сондайдың қағидасы бар. Свет жақтық, көрді, содан мен түсіп, мен қазір есімде жоқ. Неғып тұрсыңдар, мына қандай машина деген? Осындай түнде қару қолданыпты дейді. Қарасақ, жаңа қару қолданған. Тиісті шара қолданасам, оперативно-следственный группа бәрі сол кезде істеп жатыр. Мен сол кезде көрдім, маған баяндады. Сосын мен ары қарай өзім тапсырмам бойынша ішіне кіріп кеттім. Сол полиция қызметкерлеріне қару қолдану жөнінде сіздің тарапыңыздан, осы басшылық тарапынан тапсырма болып берілді ма? Бұйырды былай ғой, развод өткен кезде осындай қызыл деңгей болды, комендантский час, заңға байланысты қару қолданылар деп айтылады. Бәрі өйткені оқиды ғой, первоначальная подготовка, заңға байланысты. Заңға байланысты деді. Қандай байланыс? Заңда қалай көрсетіледі? Заңда өзінің көп қой өрді пункттар. Өміріне қатер төнсе, басқа біреудің өміріне қатер төніп тұрса, өздерінің полиция қызметкерлерінің заңды талаптарын орындамаса, сондай кезде қару қолданады. Заң талаптары қандай талаптар болды? Енді ол жерде көп қой. Бұған көлік жайында болса, ол заңды 5-ші пункт бар, заңды талаптарын орындамаса, қару қолдану арқылы тоқтатады. Қалай қолдану керек? Енді ол заңда жазылған ғой, обстановкаға байланысты. Тура бағытталу керек па, жоқ әлде бір автокөлік тоқтату үшін қандай да бір әрекет? Егер де полиция қызметкерлері өзінің өміріне қауіп төніп тұр десе, басқа біреулердің өміріне қауіп төніп тұр десе, ол өзінің обстановкасына байланысты қолданады. Сөрлік обстановкаға байланысты. Тікелей жүргізушіге ату керек пе сонда? Енді обстановкаға байланысты ғой. Ол қалай қағып кетейін деп жатса қолданады. Соған бетке или біреуді қағайын деп жатса жанында қолданады. Ол обстановкаға байланысты ғой. Өрді ешкім бұлай деп айта алмайды. Бегештің айыпталған айы бойынша билік өкіліне бағынбау туралы қылмыстық іс қаралып отыр. Бұл бойынша не айтасыз? Қандай әрекеттер жасау керек билік өкілі, қандай тапсырманы орындамау үшін қандай қолдану қажет деген бізге керек. Қандай шаралар қолдану керек? Ол жерде заң бойынша өзінің өміріне қауіп
төніп тұрса обстановкаға байланысты қолдану. өмір сіз бастық болғаннан тікелей бастықтарыңыз болғаннан кейін және де сіз аталған бекетті құруға сізге тапсырғаннан кейін осы бекетте тұрған адамдар сіздерге қалай баянады түсінікті нұсқау беріңіз бе? Қандай жағдайда қару қолдануға қажет деген? Мысалы, мен сізге айтып отырмын, онда развод болған кезде бәрін давайте деді да, заңға байланысты. Қосымша бердіңіз бе? Жоқ, қосымша бердіңіз. Заңға байланысты қару қолдану керек дейді. Мен оны өрді күнде 3 ай сөрді болдық қой, шақ кеткен жоқ. Ол қанша уақыт өтіп кетті. Бірақ бәріне тапсырма бергенде біз қаруды заңға байланысты қолданыңдар дейміз. Төле би көшесінде құрған блок бекет құру және ол бекеттің жұмысын жүргізу сізге тапсырылды ма? Маған тапсырғанда маған общий тапсырма берді. Облыстың бәрін жабыңдар деді. Мен оны бұлай бекетті бекітіп деген емес, мен как руководителінде облыс бойынша облыстың бәрін жабыңдар. 58 ба пост қойдық. Соның бәрін общий руководство қойды, бәрін далаш деді. Центрге өстіп қойылды деп. Мен соның бәрін қай жерде, қай жақта бәрі далаш еткеннен кейін общий руководствоға былай айтқан. Ал ол жерге нақты блок бекетті құрылу мысалға да, блок бекеттің құрылымы қандай болды, жұмысы қандай болды ол жерде? Блокпостты енді құрған кезде сөрді бізге айтқанда барлық құрылымды қосу керек деді. Өрге БТРді қойды, войсканың БТРін береді. Сосын біздің сотрудниктер болды. Солардың бәрін қосыңдар дегенде общий руководство бәрін қостық. Өрде представительдер бәрі берді. Мынандай БТР, мынандай офицерлер деп сөрді. МПС дейтін служба бар, штаб бар, солардың бәріне нені береді, ақпарат. Солардың бәрі қояды. Хорошо, қойды. Ол жақта тек қана сотрудниктерді қоюмен шектеледі ма? Әлде басқа да бір белгілер, что бұл жерде блокпост бар екені, болмаса ол жерге өтуге тыйым салынатыны, қару қолданатын туралы предупреждение дейді, ескертулер, ондайлар қойылу керек пе негізі, әлде тек қана адамдар ғана қойылу керек па? Жоқ, мен сіздерге былай айтайын. Бұл жерде тапсырма бергеннен кейін стационарный постқа қойылады. Мысалы 58 пост қойдық қой. Сол посттарға знак қою, андай дейтін болмайды. Бұл оперативный жұмыс істеп жатыр ғой. Оперативный жұмыс істегеннен кейін бәрі қойылады. Содан бұл жерде блокпост емес, бұл контрольно-пропускной пункт. Ол бақылап өткізу пункті ғой, ары қарай жаңағы 55-13 өткізеді. Мына шетін оперативный группа жұмыс істеп жатыр, ар жағы ДМПС, содан жаңағы ненің жаңағы Министерство оборонаның несі ғой, санчасы сөргі өткізу үшін бұл контрольно-пропускной пункт қой. Арнайы, яғни ол жерден өтуге болмайды деген тыйым жоқ, тек қана тексеріп өтіретін. Тексереді, парольман тексеріп өткізеді. Біздің сотрудниктердің өздері келсе-де. Хорошо, жаңа сіздің өзіңіздің жауабыңызға сай, қағида бойынша тоқтап свет жағамыз дедіңіз. Мына қай жерде тоқтау керексіз деді. Ол әр жерде әр қалай ғой, бұл жерде мынандай қағида жоқ, ол былай қойылған пост қой, стационарный емес. Стационарный пост болса, ол знак қойылады, қай жерге тоқтайды, чертеждар сызады, стоп деп жазылады. Бұл енді КПП болғаннан ондай емес. Даже анау 58 постты да қоймады. Ол өйткені ауысып кетеді, мобильный, ана жақтан кетіп батырдысы ол пост тастайды да келесі жерге кетіп қалады. Оны тастайды да келесі жерге кетіп қалады. Анау полностью информация алады, бұл стационарный посттарға қойылады ондай, а бұларға қойылмайды ондай. А тем более КПП-ға ол қойылмайды. Ана жерде не тұр, военный БТРді қойып қойған, ол алыстан көрінеді, светтің бәрі освещенный, бәрі көрініп тұрған. И сөрден өтетін кезде контрольный пропускной өрде ол контроль пропускной, одан кейін часқа контрольный пропускной пункті бар. Сөйтіп өткізеді. Қауіпсіздік несі ғой, шаралары. Қауіпсіздік шаралары. Яғни ол жерден өтпеге рұқсат жоқ деген ешқандай қағида жоқ, дұрыс па? Бұл стационарный пост болмағаннан кейін бұл пост деп заложение, бұл контрольный пропускной пункт. Бақылап өткізеді ары қарай. Ал нақты блок бекетке келген автокөліктер туралы қару қолдану жайында ол бойынша қандай не қызмет атқару керек еді? Ол кезде мен жаңа айтып кеткендей, обстановкаға байланысты. Егер ол машина үлкен скоростьпен келе жатса, тоқтатса, тоқтамаса, олардың бәрінде инструкция бар, қызыл деңгей дейтін өте жоғары. Соңғы комендантский час, ол комендантский частан өтіп кеткен уақыт қой мысалы. Ол еще үлкен скоростьпен келе жатқан кезде енді сөрдегі сотрудниктер обстановкаға қарай қолданған шығар қаруды. Өздерінің қағида бар ғой, не бойынша, заң бойынша. Жарайды, енді обстановкаға қарай деп отырсыз, обстановкаға қарай қолдану бойынша ол заң талаптарында көрсетілген, дұрыс па? Қорғаныс туралы Қазақстан Республикасының заңында.
нақты 61-ші бабында және 61-ші бабының 5-ші бөлігінде полиция қызметкерлері өздерінің өмірлеріне, денсаулықтарына қатер төнген жағдайда, яғни автокөліктерді ахуал тексеру арқылы тоқтату керек делінген, дұрыс па? Одан бөлек полиция қызметкерлері өздерінің заңды талаптарын, яғни ескерту оғын атты ғой, ескерту оғын атқаннан кейін заңды талаптарын орындау үшін жеткілікті уақыт беру керек деген. Ол бойынша қазіргі таңда нақты бізге қазір көзіміз жеткені заң талаптарын орындау үшін автокөлікке 5 секунд берген. Одан кейін автокөлікке, былай айтқан кезде ақау келтіру арқылы тоқтату емес, автокөлікке тікелей оқ атылғандар болып тұр. Ол бойынша сіз не айта аласыз? Ол бойынша ондай инструктор жүрді ма? Ондай инструктор жаңа мен айтып кеттім ғой, жүргенде емес, ол кезде обстановкаға байланысты, ахуалға байланысты қолданады. Өміріне қатер төніп тұр ма? Мысалы, қызыл деңгей, мен комендантский час болғаннан кейін ол любой машинаны тоқтамай, жаңағы скоростьпен келе жатса, мысалы оның бәрі затонир, может бұрылып алып ішінен ататын шығар. Ол сөйтіп ойлаған шығар, сотрудник маған қауіп төніп тұр деп. Оның алдында бізде сотрудник милицияны атып тастады, оның алдында гражданканы атып тастады, одан кейін С-13-қа шабуыл жасалды, одан кейін мына площадьта шабуыл жасап, біздің әскери бөлімнің жаңағы 55-13-тің солардың әскери несіне, БТР-не шабуыл жасалды. Ол сондай обстановка болады ғой бұл кезде. Сөйтіп бұл машина үлкен скоростьпен келе жатыр. Сол кезде может сотрудник полиция өзі сөйтіп қауіп төнді деп ойлаған шығар. Ол жерде біз болған жоқпыз ғой. Обстановканы мен айтамын, ол сотрудникке байланысты. Сотрудникке байланысты. Иә, сотрудник өзі қауіп төніп тұр өміріме десе ол өзі біледі қалай қалай. Еще тем более анандай қызыл деңгеймен комендантский час яғни ол өміріне қауіп төніп тұрса, сонда 61-ші бабының талаптарын өрескел бұза отырып, автокөлікке тікелей оқ ата беруіне рұқсат берілген. Өрескел бұзып деген әңгіме жоқ, бұл жерде обстановкаға байланысты, өзінің өміріне ол қатер төніп тұр деп ойлағанша. Дұрыс қой, өміріне қатер төнген жағдайда. Оны сол кісілерден сұраңыздар, мен сіздерге айтайын. Бізге аэропортқа ұшып келді да, біздің представитель ұшып келген кезде, олар нені білмейді. Бізде құпия сөз бар, жаңа білмейді, содан аэропорт жақтан келіп төмен түскен кезде тоқтамаған ғой, соларды атып тоқтатты. Тоқтағаннан кейін мойындады қателіктерін, ана оларды қалай тоқтатты? Тоқтатады, атып тоқтатады. Тоқтамаған ғой машина. Хорошо. Ендігі мәселесі. Ол бронированный машина етін үлкен. Түсінікті, ендігі мәселесі. Бізде қазіргі таңда сот медициналық сараптамасы бар да, адамның оқ басының артқы бөлігінен кіріп алдынан шыққан. Яғни автокөлік уже бұрылып тоқтағаннан кейін болмаса бұрылған сәтте оқ атылған болып есептеліп тұр. Ол бойынша не айтасыз? Ол кезде де адам өмірі мен денсаулықтарына олардың қатер төніп тұр ма? Мен де айтып отқан жаңа айтып кеттім ғой, ол жерде обстановка солай болған шығар. Машина бұрылып, машинаның ішінен ататын шығар. Машина затонированный ғой. Тоқтатқан кезде тоқтамаған, мысалы. Сөйтіп резко бұрылып, қайттан қашқан, может бұрылғанда, может атақ деп ойлады ма? Кім біледі оны? Мен ол жерде болған жоқпын, ол обстановкаға байланысты. Нақты ол бойынша жауап бере алмайсыз. Жауап бере алмаймын, ол обстановкаға байланысты. Сотрудник полиция солай ойлаған шығар. Қазақстан Республикасының заңнамасының құқық қорғау қызметі туралы қай талабында нақты көрсетілген ахуалға байланысты ату қажеттілігі туралы? Мен сізге тағы да айтамын, біздің заңда жазылған сотрудник милициялар сол үшін оқиды. Егер сотрудник милиция обстановкада сондай қылмыскерді ұстап атқанда, басқа жерде өміріне қауіп төніп тұрса, біз жанында жоқпыз ғой. Или басқа азаматтардың өміріне қауіп төніп тұрса, қолданады деп жазған. Сол обстановкаға байланысты. Қолданған кезде. Ол обстановкаға байланысты қолданады. Оны мен былай айта алмаймын. Нақты қай заңда қай бапта көрсетілгенін айта алмайсыз ба? Жоқ, қай бапта емес, мен айтып тұрмын ғой. Жаңағы біздің қару қолданушының 61-59 сол органдар заңы бойынша сол заңға бағынып сотрудник полициялар сонымен руководство ету керек, дұрыс па? Иә. Руководство еткенде обстановкаға байланысты ғой. Бұл жерде мен қанша рет айтып жатырмын, бұл жерде комендантский час, қызыл деңгей деген нәрсе, ол әжейін күнделікті неғылатын нәрсе емес. Оны республикадан вводить етеді. Оның қағидасын қатаң орындауымыз керек. Орындалмаса, ол біз жауапқа тартады. Қатаң орындау керек, әр сотрудник. Қағидасын қатаң орындау керек, осы 61-ші баптың талаптарын. Ол 61 емес, мен комендантский часпын. Жаңа қызыл деңгейді айтып тұрмын. Ол да заң ғой. Ол да вводить етеді. Ол заңдарда тоже автокөлікке қарай болмаса тікелей өлтіру туралы, ату туралы ондай көрсетілген. Ол құпия заң. Ол құпия заңдарыңызда көрсетілген ондай?
құпия заңды мен сізге айта алмаймын. Сотталушының заңды өкілетемін. Бағанан бері айтып жатырсыз ғой, мынау сотрудниктеріміздің бәрі оқуға барады. Оқудан өтеді ғой. Осының алдында қаншама допросқа келген сотрудниктар болды, біздің опытымызда жоқ. Паника болды, ол жаққа уақытта берген жоқпыз, бәрі лезде болып кетті деген сотрудниктар болды. Сол себепті күмән келтіріп олардың оқуға барып, не үйреніп жүргендерін. Жауап берейін ба сізге? 61-ші баптың 5-ші және 7-ші тармағында қандай жағдайда қару қолданатындығы айтылған. Ол жақта көлікке ақау келтіру арқылы, яғни радиаторына және болмаса дөңгелегіне ату арқылы тоқтатып алу. Не себепті сіздің сотрудниктарыңыз көлікке ақау келтіру арқылы тоқтатпады? Ол ешқайда кетпейтін еді ғой, сіз айтып жатырсыз. Оны мүмкін атсатын берді. Оны ойын қақтан білдіңіздер? Ойын қайдан білді? Омысын қайдан білдіңіздер оны? Оған сіздер даже бұрылып кетіп қалатын ой болған шығар. Оған мүмкіндік те беріп отқан жоқсыздар ғой. Басынан атып, басына оқ тиіп отыр ғой ең бірінші. Сол бойынша не айтасыз? Мен айтайын деген, әр сотрудник өзі, әр адам ретінде біреуі жақсы қабылдайды, жаңағы қағидалар, біреуі әртүрлі болады ғой, мысалы. Біреу қорықтым дейді, біреу паника болады, ол адам болғаннан кейін сол. Ал енді, жаңа сізге айтып кеттім ғой, заң бойынша мен өрді болған жоқпын. Абсолютно сондай болған шығар. Ахуал сондай болған шығар, оны білмейміз ғой. Мен сізге үйтіп айта алмаймын, қалай болған өрді, қалай атты, бұрылды. Біздің өзінде тіпті ең басты байлық, басты құндылық адам және адам өмірі. Сол үшін қызыл деңгеймен сол үшін комендантский час құрылады. Сол өзіміздің азаматтарды қорғау үшін, азаматтардың, басқа азаматтардың бәріне сол үшін қойылып отыр ғой. Бұл жерде біз ойдан қоя салған жоқпыз ғой, бізге тапсырма келді. Сол халықты қорғау үшін комендантский час, қызыл деңгей, сол үшін терроризмге қарсы, сол үшін енгізіліп отыр. Бұл соғыс қызыл деңгей соғыс сияқты болады. Білесіз ба? Бізге шабуыл жасап жатыр, түрмеге шабуыл жасады ол кезде. Атысып жатыр, сотрудник милицияны өлтіріп тастап жатыр, атып. Гражданканы атып тастап. Көлігін даже тіпті қайтыс болып кеткеннен кейін тексеру барысында ешқандай қоғамға қауіпті зат та табылмады. Мен енді оны білмеймін ғой. Мен ешнәрсе айта алмаймын, мен өрді болған жоқпын, қару қолданғанда болған жоқпын. Ал енді сіздің сұрақтарыңызға мен жаңағы жалпы жауап бердім ғой. Қару қолданғаннан кейін полиция қызметкері аталған қаруды қай жақта қалай қолданғаны туралы баянат жазу керек емес пе? Оның бастықтарынан сұраңыз, сол жаққа жүргізген шығар. Мен айттым ғой, жаңа пенсия кетіп қалдым. Сол кісілерде егер не жүргізген болса, жаңағы солардан сұраңыздар. Слайдыңыз аталған бақылау өткізу пункті деп айтыңыз. КПП ғой. Сонда автокөлік қай жерде тоқтау керек еді? Ол жерде ондай жоқ. Анау тоқтатқан кезде, тоқтаған жеріне тоқтайды. Қай жерде тоқтау керек еді? Сол алдына тоқтайды. Алдына деген қалуын біткен ғой. Ол БТР тұр ғой. БТРдан өтіп кете алмайды. Мына шетін блокты. Соның алдына келіп тоқтайды, сотрудниктер сөйлеседі. Енді құжатын тексереді. Солай болу керек қой. Солай болу керек дейсіз ғой. Енді тоқтатқан кезінде тоқтайды ғой, тоқтайтын жеріне. Ол жерден өте алмайды, ары қарай өткізбейді, айналып өтеді дейді. Блоктар тұр, нелер тұр. Яғни алдына келіп тоқтау керек еді. Тоқтату керек. Сотрудниктер тоқтатқан жеріне тоқтау керек қой. Қолын көтереді де, мына жерге тоқта дейді, мына жерге тоқта. Мысалы, алдында машиналар тұруы мүмкін. Мына жаққа тоқта деуі мүмкін. Енді обстановкаға байланысты ғой. Сотрудник милиция бүйтіп тоқтатады. Алдына шығады. Айта алмайсыз, қай жерге тоқтау керек? Бірақ енді сол сотрудник милициялар тоқтатады ғой өздері. БТР тұр, алыстан көрінеді. Анау боевой пехота машинасы ол үлкен, оның үстінде пушкасы ма, пулеметтар ма тұр ол сөйерде. Оны көрмеу мүмкін емес. Сотқа бақылаушы ретінде қатысып жүрген Пинекс адам құқықтары жөніндегі бірлестіктің жетекшісі де өз ойын білдірді. Ол сот отырысының заңдылығына байланысты пікірін ортаға салды.
мынау қаңтар соттары 2023-24 негізінен аяқталған. Бұл Таразда 2025-тің соңы кеп қалды, әлі жалғасып жатыр. Мен осы соңғы бір екі отырысында сізді осы жерде бақылап жүргеніңізді көрдім. Осы соттар қалай өтіп жатыр екен өзің? Иә, сұрағыңызға рахмет. Бүгін қоғамдық наблюдатель ретінде 3-ші күн келіп отыруым. Сот процесінің жалпы болып жатқаны көңілден шығып жатқан жоқ. Себебі прокурор мырзаның жұмысына тиесілі куәгерлердің, куәлердің толыққанды қамтамасыз етілмеуі. Бұл деген сот процесінің ұзаққа созылуы. Енді бұның ішінде белгісіз жайттар болып болмауы енді ол үлкен сұрақ болып туындайды. Алайда жаңағы Бегешев мырзаның отбасына өте бұл қайғылы жағдай. Әрине, күнде осы сотқа келудің өзі үлкен депрессия, травма деп түсінемін. Мен өзім сырт адам болған менде мен өзіме 3-ші күн осы жерде келіп сот процесіне қатысып бәрін бақылап отырудың өзі үлкен ауыртпашылық деп айта аламын. Жалпы бүгінгі тыңдалған куәні тыңдадыңыз өзіңіз. Бүгінгі куәнің жауабынан не түйдіңіз өзіңіз? Бүгінгі куә зейнетке шыққан полковник мырза екен. Бүгінгі жауаппен алдыңғы күндергі куәлердің жауабы сәйкес келмей тұр. Себебі сол мезетте, сол периодта алдыңғы күнгі берген жауапты кісілер, осы кісінің қол астында болған кісілер ғой, бірақ логикалық үйлесімін таппай тұр. Енді осы жерде жаңа ғана марқұм Бегешевтің атылуы құпия заң деді. Адам қақысын қорғап жүрген адам ретінде мемлекетте адамды атып өлтіруге болатын рұқсат беретін қандай да бір құпия заңдар бар ма? Өз басым бірінші рет естіп тұрмын. Негізі андай клише деп те айтады ғой, құпия заң дегенді бірінші рет естіп тұрмын негізі. Сот залында да айтып өткендей, біздің конституциямызға орай да адам, мемлекеттің ең басты құндылығы ол адам болып саналады, адам өмірі. Бұл бүгін мен қарама-қайшы нәрсе естідім мүмкін. Сот процесінен кейін біз адвокаттың пікірін сұрадық. Ол куәлердің жауаптарында қайшылықтар мен есінде жоқ деген жалтырамалы жауаптарға назар аударып, сот тергеуінде нақтылау қажеттілігін айтты. 6 айдан бері негізі куәлер сұралып жатыр. Бірақ мен өзім куә болғанда, мысалы кеше бір адам, бүгін бір адам айыптау тарабының шақырған куәлері келгісі келмей ма? Оны неге қамтамасыз ете алмай отыр? Ол жағы маған белгісіз. Не себепті қамтамасыз ете алмай жатқандары, айыптау тарапының куәгерлерінің себебінде әрқайсысы әртүрлі ақпарат беріп жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сонымен қатар ол істе бастапқыда 2022 жылы тергеу барысында берген жауаптары басқаша да, қазіргі таңда 2025 жылдың басында іс материалдары қайта жаңғыртылған кезде, Сүттібаев Сағат тергеуші қайта терген кезде, ол жақта показанияларында кардинальный өзгерістер бар. Менің ойымша сол себепті олар қазіргі таңда келгісі келмей, және де осы іс бұқаралық ақпарат несімен жүріп жатқаннан кейін келуден бас тартып жатқан сияқты болып көрінеді маған. Енді бір сұрақ, қазіргі әнет, сол кездегі облыстық полиция басқармасының орынбасары болған адам кеп жауап берді. Оның айтуынша марқұм Асхат Бегешевтің өлімі құпия бұйрық, құпия заңмен деді. Құпия заңмен деді. Алайда қалай қабылдайсың? Құпия заңмен деп көрсетеді, алайда ол құпия заңды біз нақты білмейміз. Оны қазіргі таңда біздің тарапымыздан сотта өтініш болады, ол құпия заңдарды алдырту туралы. Егер бар болса, оны алдырту туралы, және де сот өзі зерделеу керек оны. Жалпы осы сот қалай жүріп жатыр, соған бағаңызды берсеңіз? Бағамды берген кезде бұлай болады. Қазіргі таңда соттың бастапқы куәгерлер негізінде келіп шындығын айтқан деп санаймыз. Себебінде олардың барлығы автокөлікке бұрылған кезде тоқтап қалды, және де автокөлікке оқ атылған кезде дер кезінде тоқтады деген жауап берген болатын. Ал қазіргі кезде осы сот тергеуі бұқаралық ақпарат арқылы әлеуметтік желіге салынғаннан кейін ол кісілер дайындалып,
осы 2025 жылда берген жауаптарына сай уже автокөлік бұрылғаннан кейін артқа қарай жүрді деген пайымдаумен қазіргі таңда шамамен 2 куәгеріміз осылай жауап беріп кеткен болатын осы соттың алдында. Ал алдыңғылардан әр куәгердің жауаптары әртүрлі. Сол жерде болған куәгерлердің мысалға осы шамамен 40 куә бар ғой іс бойынша. 40 куәнің біреуі автомат атқан, автокөлікке қарай автомат атқан тұлғаны көрмеген. Олар 40-тан біреуі мен аттым деп оның автокөлікке айтып тұрған жоқ. Белгісіз себептермен. Не себепті ондай отқан біз білмейміз. Демек, автокөлікке оқ атылды. Ол жерде, мысалы, тура сол оқтар ол жерде бізге белгілісі әскерилер және полиция қызметкерлері. Дәл солай. Енді сол оқтарға экспертиза жасалды ма? Оқтарға экспертиза жасалды. Аталған оқ дефект болуына байланысты ол оқ қай автоматтан атылған нақты анықтау мүмкін емес деп берген болатын сарапшы. Енді ол дефект болғанда да мысалы бізге бір дүние белгілі қанша өзгеріс ұшырағанмен әскерилердің ұстаған мылтығымен. Жоқ, әскери қызметшілердің емес, полиция департаментінің қызметкерлерінің автоматтарынан атылған оқ болады. Себебінде 7.65 калибрлы ол полиция қызметкерлерінде іс бойынша материал сүйенетін болсақ, ал әскери қызметкерлерде 5.45 калибр болған. Демек, машинадан табылған оқтардың барлығы? Адам нақты бас сүйегінен алынған оқ, ол полиция қызметкеріне тиесілі. Марқұм Бегешевтің жанында болып, өзі де ауыр жарақат алған Өзбеков Нариман сол қанды оқиғадан бергі көрген азабын, тергеуде көрген қысымын, қазіргі ауыр халін айтып, марқұмның ақталуын, ал өзіне медициналық көмек керек екенін айтты. Нариман сол 6-сынан 7-сіне қараған түні марқұм Бегешевтің қасында бірге болдым. Досым болды, Асхат Бегешев. Енді осы жерде бір не сұрағым келеді. Істе, мысалы, кімнің Асхаттың денесінен алкогольдік не болды деп айтылған. Қандай да алкогольдік бірдеңе болды ма? Іштіңіз бірге жүрген болсаң? Оны шыны керек мен білмеймін. Оны тергеу барысында да айтқан, мен өзім не жасап атқам үйде, новоселі. Өзім ішкен етін. Олар түн қай уақытта келгенін білмеймін, сағат 10-11-лерде келген. Қалай автокөліктеріне мініп, солармен неге шығып кеткенін де білмеймін. Пива таусылды, сонымен шығып кеткеніміз ғой. Сол ерін білемін, одан ары ештеңе білмеймін. Жалпы оқ атылған кезін олардың барлығын білмейсіз ғой демек? Оқ атылған кезін білмеймін, мынау кісі айтып отыр ғой, артынан түсті деп. Мен алдында ұйықтап отқам, мен машинаның алдында ұйықтап отқам. Қазір тұра тұрыңыз. Енді бір сұрақ. Сіз жарақат алдыңыз. Қай жеріңізден тиді? Басыма мына жерден тиді. Бір оқ миға кетті. Екіншісі мына жерден тиді. 2 оқ тиді басыма. Сосын сізді қай уақытта тергеуге шақырды? Сразу тергеді ғой, мен 2 оқ тигенде сразу сол жерден 5-ші бригадаға апарды. Сол жерде 3 күн сол жақта пытать етті, 3 күннен кейін неге апарды? Си-13-ға. Си-13-ға. Сіз ол кезде жаралысыз ғой? Жаралы. Басымда оқ бар, сонымен Си-13-ға апарды, қамап тастады. Сот 10 сутка не арест қойды. Сонымен 10 суткаға қамап тастады, 10 суткадан шығарды. Содан кейін бар басымда оқ бар екен. Өйткені 10 суткаға дейін есім жамай жүрген. Әлі де дұрыс емес, денсаулығым көріп тұрсыз ғой. Сөйлеу шамасы сәл нервничтетсем, мен де уже кетеді. Енді біріне тура сол тергеу барысында қандай бір қысымдар болды ма саған? Болды қысымдар. Қандай қысымдар болды? Нелер, мысалы, есіңе түсіріп соны? Қысымдар болғанда терроризмнан келіпті, анам мойныңа ала сал, сендер террористсіңдер, сендер блокпостқа атака жасағасыңдар. Одан кейін айланып келіпті, ол айтты, сен емес, сен жәнінде отқасың, ол анау, в общем, қасыңдағы жігіт неған соған жаз деді. Мен айттым, не жазам дедім, мен білгенін жазып берейін, одан басқа не жазам, мен ештеңе білмеймін ғой. Демек, Асхат марқұмды арнайы атака жасаған деп, соған солай жазып бер деп айтты ма саған? Жоқ, ондай үйтіп айтқан жоқ, бірақ сендер блокбекетке бара жатқасыңдар деді. Немен сондай бір цельмен бара жатқасыңдар дейді да, оны адам целін мен білмеймін ғой, ол ояқа ондай жігіт емес, ол Асхат. Оның алдында айтып жүреді, өкімет сендерге бәрін беріп жатыр ғой, өздерің істемейсіңдер ма тірлікті деп. Ондай ешқандай неге жоқ етін ол жігіт. Өзі басшы болған. Нариман, жалпы
қанша рет тергеуге шақырды сені? Қанша рет куәлік бердің? Есімде жоқ, қанша 5-6 өткенде көрсетіп жатыр. Сонымен оларға да айтып отыр, мен өткенде сотта да айттым, мен есімде жоқ. Ішкенін көрген жоқпын мен Асқаттың, өз басым. Досымның ішкенін көрген жоқпын. Ішті деген олар өздері экспертизаға не қылдық, ішті де олар сендер іштіңдер. Мен айттым, мен өзім ішкен, мен не қылып отқан жоқпын. Асқаттың қолына ұстап ішіп тұрғанын көрген жоқпын мен. Басқасын енді айта алмаймын. Қасымдағы қайным болған, 3-ші адам ол да ішті. Екеуміз ішіп отқанбыз гаражда. Сонымен балалар келеді, сонымен шығамыз да пиво жоқ таусылды, анау далада тұрғанбыз. Қатын шықты да айтты, сен жаққа бармай ақ қойшы, үйде жалғыз өзіммін деді, бала шаға жоқ еді. Аха деп тұрғанда енді есім сәл білмеймін, машинаға қалай отырғанын білмеймін. Машинаға отырған күйінде алдында бір 10-15 минуттай отырғам, ары кетсе шамалы ұйықтап қалғам мен. Бір есім жисам, алдында пиво тұр, пивоны кім досым берді, міне пиваң сенің деді, өзінің алдында горилла ұстап тұрған қолында, именно сол моментте. Сосын мен айттым, машинаның есігін жап дедім, жапты, мен отырдым да машина ішінде. Олар далада екеуі сөйлесіп тұрған, үйге қайтпаймыз ғой деймін, қазір қайтамыз деді, мен ұйықтап қалдым қайтып. Көзімді ашсам жерде жатыр, машинадан түскен деп айтып жатыр ғой. Мен білмеймін, оны жерге мен өзім екі аяғыммен түскен жоқпын жерге. Может түссем түскен де шығар, мен білмеймін, бірақ ол нені. Нариман, жалпы куәлік беруге келдің, осы куәлік бергендегі сенің сол кезде мысалы енді оқыды ғой, алғашқы берген, тергеу барысында берген куәң ешқандай өзгеріс ештеңе жоқ па? Тура сен өз айтқаныңмен берілген бе? Жоқ, өзгеріс болғанда сол анау ішті деген сөзді бұлар өзгертпеген ғой, сол ғой. Ішті дейді, мен оны ішкен басынан айтып келе жатыр, мен көрген жоқпын. Бірінші сен енді өзгеріп мынандай не ғой, ол жерде мысалы сенің берген куәлігіңде Асқат ішті деп бердің ба сонда сен? Мен ішті деп берген жоқпын, мен олар айтты, сендер ішкесіңдер деді. Мен айттым, ішкен жоқпын. Сен куәлікте айтылған жерде жазылып қойған ғой. Өздері печатать етіп отыр, мен айтып отқан сөзімнен жазған арасына енді. Мен оқыдым оны, бірақ біріншісінде айтты, бұл сотқа бармайды, тірлік қысқарды, осы жерден бұл архивке кетеді. Мына жерге адвокаттың өзі айтты, қол қоя сал болды, неге кетеді деді. Мен айттым, мыналарың дұрыс емес қой дедім. Бәрібір жаққа бармайды, бұл болды ғой, в связи со смертью кетті архивке тірлік деді. Демек сенің айтқан жауабыңды өзгертіп жазған. Енді солай болып тұр ғой. Енді жауабын айтқанда сендер іштіңдер, оларда енді өздерінің доказательствосы бар шығар, мен білмеймін оны. Енді олар айтып отыр, өздері біз экспертиза бәрін өткіздік, сен де ішкесің. Мен ішкенімді отрицать етіп отқан жоқпын мен. Әлі де отрицать етпеймін ол кезде ішкенімді. Бірақ Асқаттың ішкенін көрген жоқсың. Мен Асқаттың ішкенін именно сол күні көрген жоқпын. Сенің өзіңнің үстіне іс қозғалды ма? Өзімнің үстімнен сол істі біраз терроризмге дейін апарып больницадан шыққаннан кейін сендер террористсіңдер, 25 жылға сотталасың деп қанша жүгірді. Сосын кім ДВД-ның біздегі несі следователь, аты жөнін есімде жоқ, мен есімнен шығып кетті. Сол айтып жатырды, сен аняқа жатсаң өліп қаласың ғой дейді. Мен не істеймін деймін да, өліп қалсам мен не? Ол кезде жағдай мүшкіл етін вообще. 2 жыл үйде жаттым ғой, тұрамай. Үстем мен сен осылай тергей берейін деді, оны сол тергеуші кішкене маған сәл былай жақсы түсті. Алдындағы тергеушінің мен аты жөнін де білмеймін, жас бала етін оны көрген де жоқпын одан кейін мен ол тергеушіні. Бұл бір-ақ рет көрдім. Жалпы қазір денсаулығың қалай? Денсаулығым жаман қазір, дірілдеп тұрмын, ауырып тұрмын мен қазір. Енді қандай да медициналық анықтама бар ғой. Не деп медициналық анықтама не деп тұр? Не деп тұрғанда бастан оқ алды ғой, миды ашты, бір емес 2 рет ашты миды. Бастан оқ алды. Бұлар басында алған кезде айтты, дробовой оқ деді, а менде үйде снимоктар бар, что боевой оқ мидың ішінде тұрған. Оны доказать ете алмай қойдым. Мен соттасқанда жоқпын ешкіммен, шыны керекші. Өйткені мынау досым сот әлі бітпей жатыр маған. Енді осы айттым, хотя бы инвалидность беріңдер, жұмыс кішкене адам бала шағам бар, асырау керек шығар маған. Сол басқа ешқандай нем жоқ. Ал неге бермей жатыр? Не дейді? Қандай себеп айтады? Тамақ іше аласың өзің дейді. Аяғыңмен өзің жүре аласың, туалетке отыра аласың, саған қандай инвалидность дейді. Бұл жауаптары сол. Мысалы тамақ іше алып жүре алуға байланысты емес қой. Бұл кәдімгі медициналық анықтамамен беріп. Енді мен сөйтіп түсіндіріп жатырмын ғой, мен өзіміздің ауруханадан, неден поликлиникадан ары қарай жібермей жатыр. Аняқа қарай ешқашан қанша уже 7 рет па 8 рет андай не өттім. Өздері шақырады, барам.
аяқ қолың сау болса, эпилепсия болсаң саған берем дейді. Мен айтам да, маған жоқ ауруды мен не қыламын эпилепсияны. Так и соған келе жатыр. Қазір мынандайларды көрсем, аяқ қолым дірілдейді мені ше. Уже жыным ұстайды. Шыны керек. Енді қандай талабың бар қазір? Менің талабым досымды ақтау. Инвалидность берсін, хотя бы денсаулығыма кішкене көмек берсін да, көмек. Ақшалай анау мынау деп сұрамай қойын, хотя бы денсаулығыма көмек берсін, маған ештемесін керек жоқ. Мен денсаулығым қойып бере алмайды орнына, бірақ сонда да кішкене бір санатория бірдеме дегендер мен білмеймін, жылына 2 рет жату керек. Сені блокпостта мысалы жазықсыз атысады деп ойлайсың ба, жоқ атқан дұрыс деп ойлайсың ба? Мен оны енді жазықсыз емес, мен оны білмеймін. Шыны керек, бұлар жазықтысыңдар деп отыр. Комендантский час деген нәрсені естіген жоқпын мен. Именно сол күні. Осындай уақыттан комендантский час. Өйткені мен 2 күн алды ішкем, 3 күн үйде қонақ күттім. Сол 3-ші күн осындай история болып тұр ғой. Үйде не телевизор іштеме көрсетпейді, мен жаңадан көшіп келгем, үйде іштеме жоқ еді. Шешін деді, жерге түсірді да, мен есімді жерде жинадым. Жезде отыр деп артымнан қайным айқайлап жатыр, шешіндер деді. Мен айттым, қаяқтан шешінген деп орнынан атып тұрып, Асқат па анау жатқан деп Асқатқа қарай жүре берем, тағы қасымнан оқтар атылып та лежат деп айқайлады. Сол жерде қайным аяқтан тарт, жезде өлтіреді сені деді. Қайтып отыра салдым, сол жерде қайтып отырдым, шешіндірді. Именно сол алтын күн магазиннің алдынан оқ атылды. Столдың 2 шетінен 2 сотрудник тұрып алды. Біреусіне тұрып атып тыста деп тұрды ананы. Айттым ғой мен сізге. Ананы атып тыстай сал дейді. Көрдіңіз ба, бұндай нелер мына жерде қойылған жоқ сұрақтар. Оны үндемей отырдым мен. Ол кезде бірақ сөйлей алмаймын да мен уже. Сөзім айттым, 2 ай сөйлей алмадым ғой мен. Өйткені связканың бәрін үзіп жіберген болды. Одан артық сөз шықпады аузымнан. Мен ол кісіге қалай айтам, басқасына қалай айтам оны. 2-3 ай мен неде жаттым. Бұл кісі де өзі де біледі ғой, что 2-3 ай сөйлей алмаған дұрыс па? 2-3 ай менде елдер ойлады, мен шок алып қалған деп сөйтсем, басымда мида оқ бар екен. Сол оқты алғаннан кейін кішкене бір 2 аптадан кейін сөйлей бастадым ғой жай-жай. 2022 жылдың қанды қаңтарында 6-сынан 7-сіне қараған түні блок бекетте болған атыстың құрбанына айналған Асқат Бегешевтің ісі Тараз қалалық нөмір 2 сотында қайта қаралып жатыр. Ол кезде Бегешев мінген көлікке әскерилер оқ жаудырған. Марқұм оқиға орнында көз жұмды. Қасындағы 2 жолдасы ауыр жарақат алған. Алғашқы тергеуде бұл іс басқа арнаға бұрылып, марқұмның өзі айыпты саналып іс қысқартылған еді. Алайда марқұмның жары Ардақ Темірбаеваның шағымдарының арқасында іс қайта қозғалып сотқа жеткен. Бірақ қылмыстық процестік кодекстің 379 бабымен. Қазір сот процесінде басты сұрақ: Асқат Бегешев жазықсыз атылды ма, әлде оған айып тағыла ма? Бұл іс қанды қаңтар оқиғасының ең ауыр беттерінің бірі. Қазақ Таймс ақпарат агенттігі Бегешев ісін 3-ші жыл қатарынан тұрақты бақылап келеді. Марқұмның отбасы мен жақындары оның ақталуын күтуде. Куәлар бұйрық берілмеген, тек аспанға ескерту оғын аттық десе, кейбірі өз сөздерінен айнып отыр. Сол кезде облыстық полиция департаменті бастығының 1-ші орынбасары болған полковник Ратаев Бегешевке атылған оқ туралы құпия заң бар дейді. Адвокаттың айтуынша алдағы сотта сол құпия заңды сот қалдыруға өтініш берілмек. Судья Асқат Қайратбекұлы қолындағы іс материалдары мен куәлердің қарама-қайшы жауабына сүйеніп шешім шығарады. Тараз сотта Асқат Бегешевтің аруағын ақтай ма, әлде айыптай ма, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Ал куәлердің толық жауабын осы арнадан көре аласыздар. Бейнен бөлісіп тарқатып отырыңыз. Қазақ Таймс ақпарат агенттігі, Қойшыбек Мүбәрак, Тараз қаласы.